Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Пайғамбар салам хадисінде айтады: "Аля унаббиукум би хайри амаликум." Сендердің ең жақсы амалдарыңды сендерге хабардар етейін бе дейді. "Васкаха инда маликикум." Ол амал ең тазасы дейді, Алланың алдындағы ең жақсысы, ең игісі дейді. "Инда маликикум." Сендердің патшаларының алдарында дейді. Яғни Аллах тағаланың құзырында дейді. "Варфауха фи даражатикум." Ол сендердің дәрежелеріңді көтереді дейді. Яғни құлшылықта Алланың құзырында. "Ва хайрун лакум мин инфақи захаб вал варақ." Ол амал сендердің алтын мен күміс жұмсауларыңнан да хайырлы дейді. "Ва хайрун лакум мин ан талқу адуакум." Және сендердің жауларыңды кездестіріп дейді. "Фатадрибу анақахум." Сендер олардың басын шауып дейді. "Ва ядрибу анақакум." Олар сендердің бастарыңды шауып дейді. Осы бүкіл амалдан да жақсы нәрсені сендерге, хайырлы болған нәрсені хабардар етейін бе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда сахабалар айтты дейді. "Қалу бәлә." Олар айтты дейді. "Бәлә, әрине, әлбетте" деп айтты дейді. "Қала зикруллах." Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді. Аллах тағаланы зікір ету, яғни Алла тағаланы еске алу деп айтты дейді. Енді бұл амал Аллах тағаланы пәктеу, Аллах тағаланы ұлықтау, Аллах тағалаға мадақ айту, ла илаха иллалла деп тахлил айту, бұның барлығы не? Үлкен амалдар. Бұл тілде жеңіл болған амалдар. Кішкентайда, үлкенде, кедейде, байда, ер адамда, әйел адамда, қолы бос адамда, жұмыс істеп жатқан адамда, бос емес адамда, білімді адамда, білімсізде, барлығының осы құлшылық жасауға Аллах тағала жеңілдеткен, яғни барлығының шамасы келеді. Сол сияқты Аллахты зікір ету бұл дәретке мұқтаж емес, яғни дәретсіз болса да адам зікір ете алады. Сол сияқты құблаға қарауға, белгілі бір халде отыруға немесе басқа да бір халде болуға мұқтаж емес. Бұл құлшылық. Неге? Өйткені бұл құлшылық тілмен, жүрекпен болатын құлшылық. Яғни отырасың ба, тұрасың ба, жатасың ба, барлық халінде адам Аллах тағаланы зікір ете алады. Сол сияқты Аллах тағала мынау мұнафиқтерді сипаттаған кезде Ниса сүресінің 142 аятында айтады. "Иннал мунафиқина юхадиуналлах ва хуа хадиухум." Расында екі жүзділер Аллах тағаланы алдап жатыр дейді. "Ва хуа хадиухум." Аллах тағала оларды алдайды дейді. Яғни амалдарына сәйкес өзінің адалдығымен Аллах тағала оларды жазалайды дейді. Неге? Олар өйткені сырттарын мұсылман қылып көрсетіп, іштерінен өздерінің күпірліктерін жасырды. "Вайда қауму иля салати қауму кусала." Олар намазға тұрған кезде намазға еріншектікпен тұратын еді дейді. "Юраунан нас." Адамдарға көрсету үшін ғана дейді. Және де Аллах тағала айтып отыр: "Вала ядкуруналлаха илля қалила." Және олар Аллах тағаланы еске алатын еді дейді. Бірақ бұл жерде не дейді Аллах тағала? "Вала ядкуруналлаха илля қалила." Олар Аллах тағаланы өте аз еске алатын еді дейді. Олар егер Аллах тағаланы жақсы көргенде расында, олар Аллах тағаланы көп еске алатын еді. Енді Аллах тағала момындарға хитоб жасаған кезде, момындарға не дейді? Аятта: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира." Ей иман келтіргендер, Аллах тағаланы көп еске алыңдар дейді. Зикран касира. Сол сияқты Ахзаб сүресінің 35 аятында Аллах тағала мұсылмандарды сипаттады. Мұсылмандардың 10 сипатын айтты. Аллах тағала айтады: "Иннал муслимин вал муслимат вал муъминин вал муъминат." Расында мұсылмандар дейді. Мұсылман ерлер, мұсылман әйелдер. "Вал муъминин вал муъминат." Момын ерлер мен момын әйелдер. "Вал қанитин вал қанитат." Аллахқа бойұсынған ерлер мен әйелдер. "Вал садиқин вал садиқат." Шыншыл ерлер мен шыншыл әйелдер. "Вал сабирин вал сабират." Сабыр етуші ерлер, сабыр етуші әйелдер дейді. "Вал хашиин вал хашиат." Аллах тағаладан қорқатын ерлер мен әйелдер дейді. "Вал мутасаддиқин вал мутасаддиқат." Және садақа беретін ерлер мен әйелдер дейді. "Вал саимин вал саимат." Сол сияқты ораза тұтушы, ораза ұстаушы ерлер мен әйелдер. "Вал хафизина фуружахум вал хафизат." Және өздерінің әуреттерін сақтайтын, әуреттерін харам нәрсеге
қолданбайтын ерлер мен әйелдер дейді. Осындай сипатта Аллах тағала момындарды, мұсылмандарды сипаттап отыр. Содан кейін зікірге келген кезде Аллах тағала айтады: Аллах тағаланы көп еске алатын ерлер мен әйелдер дейді. Бұл жерде ескеретін нәрсе Аллах тағаланы көп еске алатын ерлер мен әйелдер дейді. Яғни момындардың сипаты көп еске алады. Аллах тағала оларға өзінің кешірімін және үлкен ұлы сый дайындады дейді. Аллаху тағала алам. Аллах тағала естіп білгенімізді амал етуші құлдарынан болсын.